Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде шарайна жаңалықтары, эфир тізгінінде мен Тоғжан Жабелова. Абай облысы Семей қаласының отбасын және тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына қолдау көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі еліміздің тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай тәуелсіздікке 35 жыл сын қатерлер мен жетістіктер тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Толығырақ әріптесім Дария Әділбекқызы тарқатсын. Абай облысы Семей қаласында отбасын және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандарына қолдау көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен тәуелсіздікке 35 жыл сын қатерлер мен жетістіктер тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шара ел тәуелсіздігінің 35 жылдығына арналды. Жиынның мақсаты тәуелсіздік жылдарындағы әлеуметтік саясаттың даму бағытын, отбасы институтын нығайту мен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу саласындағы жетістіктер мен өзекті мәселелерді талқылау, қоғамдағы жаңа сын қатерлерге тиімді жауап іздеу болды. Сегодня в преддверии Дня Республики в Центре поддержки. Бүгін Республика күні қарсаңында отбасыны қолдау орталығында 35 жыл сын қатерлер мен жетістіктер тақырыбында дөңгелек үстел өтіп жатыр. Іс-шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, Аманат партиясының мүшелері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері және еліміздің 35 жылдық жетістіктері туралы сөз қозғайтын спикерлер жиналды. Отбасыны қолдау орталығының жетістіктерінің бірі орталықтың биыл ашылуы. Біз өз қызметімізді 2024 жылдың мамыр айынан бастап жүргізіп келеміз. 5 ай ішінде орталық FSM Social цифрлық бағдарламасы арқылы жұмыс істеп келеді. Бұл бағдарлама аясында орталық ведомствоаралық өзара іс-қимылдың үйлестірушісі ретінде қызмет атқарады. Яғни біз қаланың барлық мемлекеттік органдармен осы жүйе арқылы байланыс орнатамыз. Бүгінгі күнге дейін FSM Social жүйесіне 192 сигнал түсті. Осы уақыт аралығында отбасыны қолдау орталығының мобильді тобы қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасыларға көмек пен қолдау көрсетіп келеді. Сонымен қатар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер мен олардың балаларын да қолдау шараларын жүзеге асыруда. Мы работаем через цифровую программу FSM Social. Шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар мүшелері, заңгерлер, психологтар, әлеуметтік сала сарапшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай пікірталас алаңдары қоғамдағы өзекті әлеуметтік мәселелерге назар аударып, мемлекеттік және азаматтық институттар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді. Сегодня мы обсуждали о роли маслихата за годы независимости. Бүгін біз тәуелсіз жылдарындағы мәслихаттың рөлі туралы сөз қозғадық. Өкілді орган ретінде мәслихат тәуелсіздік жылдарында ауқымды жұмыстар атқарды. Ең алдымен айта кетерлігі мәслихат алғаш рет 1993 жылы құрылып, 1994 жылдан бастап өз қызметін бастады. Осы уақыт аралығында мәслихат еліміздің егемендігін нығайту мен оны дамыту ісінде маңызды рөл атқарды. Жергілікті тұрғындар өз өңірлеріндегі түрлі мәселелерді өкілдік органдардың депутаттары арқылы шешеді. Азаматтар өз өтініштері мен ұсыныстарын депутаттарға жолдап, олар сол мәселелерді жергілікті, облыстық, тіпті республикалық деңгейде парламент депутаттары арқылы шешуге ықпал етеді. Жалпы мәслихат жылдар бойы үлкен жұмыс атқарып келеді. Ол дамудан тыс қалған емес. Керісінше үнемі жетіліп, қоғам өмірінің түрлі бағыттарынан белсене араласып отыр. Мәслихат жергілікті маңызы бар нормативтік құқықтық актілер мен ережелерді қабылдау арқылы халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған нақты қадамдар жасауда. Мұның барлығы еліміздің әр өңіріндегі тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға арналған жүйелі жұмыстардың нәтижесі. И он постоянно развивается. Дөңгелек үстел барысында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу тетіктерін жетілдіру, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғауды күшейту және отбасылық құндылықтарды сақтау мәселелері бойынша нақты ұсыныстар айтылды. Шара соңында қатысушылар тәуелсіз Қазақстанның 35 жылдық даму жолын саралап, әлеуметтік және рухани жаңғыртудағы негізгі жетістіктерге тоқталды. Дария Аманова, Андрей Асадши, Альшер Абилов, ТВК телеарнасы. Бүгін Ұлы Дала балабақшасының тәрбиеленушілері Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық музей қорығына танымдық саяхат жасады. Толығырақ сюжетте. Бүгін Семей қаласындағы Ұлы Дала балабақшасының бүлдіршіндері мен тәрбиешілері ұлы ойшыл қазақтың ұлт ұстазы Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылық мұрасымен танысу мақсатында Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық музей қорығына танымдық саяхат жасады. Саяхаттың негізгі мақсаты балаларды Абайдың өмірі мен еңбегімен таныстыра отырып, ұлттық рух пен отан сүйгіштік сезімін қалыптастыру, туған ел тарихына деген қызығушылығын арттыру болды. Музей қорығындағы құнды жәдігерлер мен тарихи экспозициялар арқылы бүлдіршіндерге халқымыздың бай мәдени мұрасы мен ұлы тұлғаның өнегелі өмір жолы кеңінен таныстырылды. Дарын тобымен, Тұмар тобын мұражаймен таныстыруға алып келдік. Мұражайға биыл 85 жыл толып отыр. Және де Қазақстан Республикасының мейрамына байланысты балаларымызды кішкентай кезінен мұражаймен таныстырып, көрсетіп, үйренсін, білсін деп
бүкіл қала бойынша Абай атамыздың 180 жылдығы тойланып өтті. Кішкентай бүлдіршіндер патриоттық отан әнін және Абай атамыздың өлеңін орындады. Іс-шара барысында тәрбиешілер жас буынға Абайдың даналық ойларын, өлеңдері мен қара сөздерінің мәнін түсіндіріп, ұлы ақынның рухани мұрасының қазіргі ұрпақ тәрбиесіндегі маңызын атап өтті. Bir taqpaq айтпай кеткеніміз болмас. Сол үшін Абай атамыздың әсемпаз болма әміне деген тақпағын бірге айтып берейік. Бүгінгі біз Ұлы Дала балабақшасының бүлдіршіндерінің барлығын Абай мұражайына алып келдік. Ондағы мақсатымыз балаларды көне жәдігерлермен таныстыру, өз көздерімен көріп, қанық болу үшін біз балаларды таныстырдық. Балалардың қуанышында шек жоқ, өте қуанып қайтып бара жатыр. Мұражай қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Бұл танымдық саяхат Абайдың 180 жылдық мерейтойы мен Абай музейінің 85 жылдығы, сондай-ақ 25 қазан Республика күніне орай ұйымдастырылды. Осындай мазмұнды іс-шаралар арқылы жас ұрпаққа ұлт тарихын дәріптеу, мәдени-рухани құндылықтарды сіңіру және ел жандылық қасиеттерін дамыту көзделді. Тоғжан Жабелова, Марат Сағынбаев, ТВК Алтай телеарнасы. 24 қазан кітапханашылар күніне орай Абай атындағы кітапханада кітапханалар қызметі дәстүр және жаңашылдық атты семинар практикум өтті. Шарада кітапхана ісіндегі жаңа бағыттар талқыланып, мамандар тәжірибе алмасты. Толығырақ сюжетте. 23 және 24 қазан күндері Абай атындағы облыстық әмбебап кітапханасында кітапханашылар күніне арналған кітапханалар қызметі дәстүр және жаңашылдық атты семинар практикумы өтті. Шараны Абай облысы мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы, Абай облыстық әмбебап кітапханасы және облыстық инновациялық әдістемелік орталық бірлесе ұйымдастырды. Семинарға өңір кітапханашылары, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен республикалық деңгейдегі мамандар қатысты. Дәрежеде жұмыс істемеске, оған біздің тарихымыз да жетеді, оған біздің кітабымыздың саны да жетеді, сапасы да жетеді, кітапханашыларымыздың кәсіби шеберлігі де ұлттық кітапханада жүрген мамандардан асып кетпесе кем емес. Сондықтан біз сондай дәрежеге жету үшін қазір сіз болып, біз болып бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып жұмыс жасасақ, сол ұлттық дәрежедегі статусты алуға күн алыс емес. Сол мақсатқа жету үшін біз облыстық басқарманың арнайы басшысы Жанжігіт Абзалбекұлы Омархан мырзаның қолдауымен біз Абай атындағы кітапханаға тек қана жылтыратып жөндеп қана қоймай, болашақта мына біздің сирек қордағы ең құнды құжаттарымызды емдейтін, қажет болса сақтап қалатын, мемлекет басшысының соңғы жолдауында айтылған жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан немесе проблемаларды цифрландыру арқылы шешу тақырыбында біз кітапхананы енді жаңа заманға көтеру арқылы, цифрландыру арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Оған қажетті қаражаттар бөлінген. Бұл бойынша жұмыстар біз мемлекеттік сатып алу жұмыстарын бастайтын боламыз. Семинар барысында қатысушылар кітапхана саласындағы заманауи үрдістер мен инновациялық жобалар жайында тың ақпарат алды. Баяндамалар мен шеберлік сабақтарында мамандар жаңа технологияларды енгізу, цифрлық жүйелерді қолдану және кітапханашының коммуникативтік мәдениетін дамыту бағыттарын талқылады. Сонымен қатар тәжірибелік сабақтарда қатысушылар Excel бағдарламасымен жұмыс істеудің тиімді жолдарын үйреніп, кәсіби дағдыларын шыңдады.
Қазақстан Республикасының үкіметі 24 қазанда кітапханашылар күні деп белгілегеннен бері Қазақстанның түкпір-түкпірінде кітапханашылардың мерекесі мерекеленіп жатады. Міне бұл мерекенде біз осы Абай облысы жылда өзіміздің кітапханашыларымыздың арасында мерекелеп отырамыз. Міне бүгін біз облысымызда 137 кітапхана бар. Сол 137 кітапхананың мамандарын түгелін осы кітапханамызға шақырып отырмыз. Біздің негізгі мақсатымыз кітапхананың дамуына үлес қосу. Біз облыстық кітапхана болғаннан кейін облысымыздағы барлық кітапханалардың жұмысын үйлестіретін әдістемелік орталық болып саналамыз. Сондықтан да кітапхананы дамыту саласына біз жан-жақты үлес қосып, өзіміздің кітапханашы мамандарымызға методикалық әдістемелік көмек көрсетіп отырамыз. Міне сондай мақсатпен бүгін біздің кітапханашыларымыз біздің облыстық кітапханаға жиналды. Қазір әртүрлі бүгін семинар практикумда біздің кітапханашыларымыз әртүрлі кітапхана саласына байланысты ақпараттарды алып, түрлі жұмыстарды бүгін үйренетін болады. Семинар барысында қатысушылар тәжірибе алмасып, жаңа бағдарламалар мен инновациялық әдістерді тәжірибеде қолдану жолдарын үйренді. Шара соңында Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж студенттері кітапханашы күнделігінен атты әсерлі қойылым ұсынып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ажар Бауыржанқызы, Саяжан Кенжеғалиқызы, Андрей Асад, Шәршірабелов, ТВ-6 телеарнасы. Семей қаласының нөмірі 6 мектеп гимназиясы ашық есік күнін өткізді. Шараның мақсаты ата-ана, ұстаз, әкімшілік арасындағы ашық диалогты нығайту. Толығырақ сюжетте. Семей қаласының нөмірі 6 мектеп гимназиясы ата-аналарға арналған ашық есік күнін өткізді. Шараның мақсаты мектеп пен отбасы арасындағы ынтымақтастықты нығайту, білім беру процесінің ашықтығын қолдау және ата-аналарды мектеп өміріне тарту. Қош келдіңіздер, құрметті ата-аналар, қадірлі қонақтар. Бүгін сіздерді мектебіміздің дәстүрлі ашық есік күніне қарсы алуға қуаныштымын. Бұл күн мектеп пен ата-ана арасындағы өзара сенім мен серіктестікті нығайтатын ерекше шара. Ашық есік күні бағдарламасында ата-аналарға оқушылардың ғылыми жобалары таныстырылды. Ой, жүйрік, есептер әлемі, мәнерлеп оқу, қуыршақ театры сынды оқушылардың жетістіктері де көрсетілді. Сондай-ақ гимназия тарихы бойынша музей таныстырылды. Шарада мектеп директоры сөз сөйлеп, ата-аналар, ұстаздар және әкімшілік арасында ашық диалог құрғысы келетінін жеткізді. Саяжан Кенжеғалиқызы, Аида Бердібек, Андрей Асад, Шәршірабелов, ТВ-6 телеарнасы. Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағына қарасты Ташкент қаласында өткен бақты 2025 халықаралық форумы өз мәресіне жетті. Форум өңіраралық сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және мәдени байланыстарды нығайтуға бағытталды. Форум жұмысына Абай облысынан арнайы делегация қатысты. Делегацияны аймақ басшысы Берік Уәлидің тапсырмасымен облыс әкімінің аппарат басшысы Эльдар Бақпаев бастап барды. Құрамында облыстық басқарма басшылары, шекаралық аудан әкімдері, өңірдің жетекші кәсіпкерлері болды. Кездесулер барысында ауыл шаруашылығы, туризм, көлік және логистика саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланып, жалпы құны 6,6 миллиард теңгеге тең меморандумға қол қойылды. Бұл келісімдер облыс экономикасына шетелдік инвестиция тартуға, жаңа өндіріс пен жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар форум аясында Эльдар Бақпаев пен Тарбағатай аймағы партия комитетінің хатшысы Джи Сянвэй екі өңір арасындағы іскерлік және мәдени байланыстарды тереңдету жөнінде жылы рәуіште кездесу өткізді. Ақпарат Абай ақпараттық веб-ресурсынан алынған. Астанада Республика күні қарсаңында өткен мерейлі отбасы 2025 ұлттық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімінде еліміздің әр өңірінен келген 20 үлгілі отбасы құрметке ие болды. Іс-шараға Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева және қоғам қайраткерлері қатысты. Биыл байқауға республика бойынша 3434 өтінім түсіп, өңірлік кезең жеңімпаздар арасынан 20 үздік отбасы анықталды. Оларға естелік мүсінші диплом және 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сертификат табысталды. Абай облысының намысын Сыдықбаевтар әулеті қорғап, жеңімпаздар қатарынан көрінді. Отағасы Оңғар ата мен жұбайы Тілеуғайша Қасымжанқызы 8 бала тәрбиелеп өсірген. Бүгінде олар 16 немере мен 7 шөберенің ата әжесі. Ақпарат Абай облысы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған.
Бүкіл Қазақстандық ағаш отырғызу күні экологиялық акциясы аясында Семей қаласындағы бейбітшілік аралында жұмысын бастаған орман тұқым бағының ашылуына облыс әкімі Берік Уәли, Семей орманы мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері, сала ардагерлері және белсенді жастар қатысты. Нысанның жалпы аумағы 100 гектарды құрайды. Құрылысы 2026 жылдың желтоқсан айында аяқталады деп жоспарланып отыр. Тұқымбақта қылқан жапырақты және жапырақты ағаштардың егістік алаңы, жабық тамыр жүйесіне арналған контейнерлік жылыжай аймағы, шеберханалар, қоймалар, кеңселер салынатын болады. Сондай-ақ 3 гектар аумақта инженерлік желілер мен қосалқы алаңдар орналасып, 5 гектар жер аналық плантациялар мен тұқым бауына арналады. Ақпарат Абай облысы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. Бүгін қала әкімі Әділет Қожамбаев азаматтарды қабылдау орталығында тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Қабылдауға бөлім басшылары, коммуналдық қызмет және отбасы банкінің өкілдері қатысты. Жеке қабылдау барысында тұрғындар тұрғын үй кезегі, ауыз су, жарық, ойын алаңдарының жағдайы, қоқыс, қоғамдық көлікке қатысты мәселелерді көтерді. Қала басшысы тұрғындардың өтініш тілектерін тыңдап, заң аясында түсіндірме жұмыстарын жүргізді және тиісті бөлім басшыларына нақты тапсырмалар берді. Ақпарат Семей қаласы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. Семей қаласының Қарағайлы ықшам ауданында 9 қабатты 18 тұрғын үйдің құрылысы жүзеге асырылуда. Қала әкімі Әділет Қожамбаев құрылыс барысымен танысты. Қазіргі уақытта отбасы банк акционерлік қоғам арқылы қажетті құжаттарды рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл тұрғындарға жеңілдетілген шарттармен баспана алу мүмкіндігін береді. Жалпы 18 тұрғын үйде 1056 пәтер қарастырылған. Қала басшысы мердігерлерге құрылысты мерзімінде әрі сапалы аяқтау туралы нақты тапсырма берді. Ақпарат Семей қаласы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. 2025 жылғы 17 және 19 қазан күндері Сербияның Новый Сад қаласында өткен MMA World Championship жарысында қазақ елінің намысын қорғаған Мансұр Септеген ел намысын абыроймен қорғап әлем чемпионы атанды. Мансұр Септеген бұл беделді турнирде 3 жекпе-жек өткізді. Алғашқы айналымда Франциядан келген қарсыласын айқын басымдықпен жеңсе, екінші кезеңде Иран спортшысымен басым түсті. Ал шешуші финалдық кездесуде ресейлік қарсыласымен тартысты жекпе-жек өткізіп, алтын медаль иегері атанды. Бұл жеңіс тек Мансұрдың ғана емес, бүкіл қазақ елінің жеңісі. Ол өзінің қажырлы еңбегімен, мықты дайындығымен, рухының күштілігімен еліміздің туын биікке желбіретті. Назарларыңызға 24 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.